Қыруар халықты қайғы мен қасіретке душар еткен, сұм соғысты есіме түсіретін осы бір сурет қана. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін жеңіс жолында қызмет етті. Жасым 80-ге келгенше, жанымнан қалмай жалынды күнді еске саласың да тұрасың. Соғыстың кезінде еркек кіндіктің көпшілігі бәрі кемпір шал ғана қалды. Олар қалған ауылдағы кемпір шал аналарымыз күндіз мақта шауып, түнде айдың жарығымен қолдарына айыр ағашын алып бидай оратын. Оны кейін мақта даласында акошко культивация дейді. Соның атына мініп жүреміз. Оны кейін есіміз кіргенде соқаның, акошканың құлағын ұстайтын болдық. Оны енді қарасаң, біздің сол кездегі тірлігімізді жастардың басынан көшкен, балдардың басынан кешкенді Мұқағали Мақатаевтан артық өлеңмен айтатын мен ақын бұлай оқығаным жоқ. Мұқағалидың айтатыны бар: әлі есімде мекен жай тұрағымда, тек есте жоқ күлдім ба, жыладым ба. Соғыс кезде жүретін ол жармасып, өгіз жеккен соқаның құлағында дейді. Иә, сол Мұқаңның айтқаны біздің бәріміздің сол кездегі балдардың басынан кешкен. Жауға шаптық біздағы түріммен тере жүріп, адырлардан масақты. Рас көзімізден талай жасақты. Бірақ сол дауыл жылдар, от жылдар әр қайсымыздан бір батыр жасапты дейді. Иә, сол батырдың біреуі мен айналайын. 1941 жылдың аяғында ауыл жастарын тыл жұмысына алды. Сол уақытта 8 жасар қыз Атыкаева Минавар Тайыр қызы қазіргі таңда тыл ардагері, көп балалы ана. Бір жапырақ нанды 3-ке бөліп жеген күндерді көрдік. Соғыс жылдарындағы тыл жұмысы бізді шыңдады, қайраттандырды, еңбекке талпындырды деп, өткен күнге ой жүгірткен қарт ананың көзінен шынайылық пен мейірім көресің. 41 жылы 7 жасар қыз едім ғой, сонда 7 жасар 8-ге кеп қалған. Сонда біз соғыс жылы жұмыс істедік. Ол кезде соғыс болып, 40-лық соғыс болып жатыр. Немістер менен біздің Совет Союзы айқасып жатқан кезде, өңкөй біздердің бәрімізді, жас балдардың бәрін школда кейде оқытады, кейде оқытпайды. Содан ана қырманға шығып бидай еледік, оның алдында масақ тердік. Міне осындай 3 жыл қызмет істедік, 3 жыл масақ тердік. Әрі асқабақ тердік, қызылша егетін, қызылша тердік. Міне соғыс жылы біз қанша қиыншылық көрсек те соған шыдадық. Адамзат тарихындағы алапат соғыстың куәсі болған қария Ерботаев Анарқұл бүгінгі бейбіт өмірдің сақшысындай көрінеді. Бүгінгі соғыс ардагері кеше қоншысымен су кешкен жас майдангер сарбаз жанкештілікпен жеңісті күнді жақындатып қана қоймай, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманға тілеуі арқылы тіреу болып келгендей. 41 жылы 22 июнь күні соғыс басталды. Тіс жатқан Совет халқына фашистік Германия тиді. Түнгі сағат 4-те 22 июнь күні түнемен тіршілік басталып кетті. 1920 жылы қазан айының 10 күні Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келген Атантаев Халел 1939 жылы 18 жасында Ташкент қаласынан армияға аттанды. Сол 41 соғысы басталғанда біз Москваның түбіне, анау Тулиден қашығырақ, сонда қару-жарақты заводы болатын. Сонда келіп Москвадан 70 шақырым қашықтықты сөйердеге жатып, Москваны қорғадық. Біздің барлық кейіпкерлерімізді отан қорғау кезіндегі ерліктері біріктіреді. Бұл жандар Алаштың асыл азаттығын айғақтап, айдай әлемге айбынды елдің асқақ айбарын паш етті.
Олар аманатқа адалдығын, ұрпақ алдындағы парызды айғақтайтын ерлікті көрсетті. Ел еркіндігін аңсаған сол қасиетті жорық жолында шейіт болды. Бұл сол кездегі кеңес халқының ержүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта мәңгі қалатын күн. Оққа ұшқан қарулас жолдастарының аманатын арқалап, аман оралған ардагер аталарымыздың өздері қорғап, қорған, қамқор болып оралған, арттағы қалың елдің қамығып жеткен жеңіс күні. Ата-баба салтын берік сақтаған, ел сендерге қарап тұрып мақтанар. Ұланымен егеменді елінің, отан үшін өлсе кірпік қақпаған. Шұбырынды болса дағы ақтабан, қазақ елін ешқашанда сатпаған. Отан ана тәуелсіздік төрінде, қандай бақыт ана сүтін ақтаған. Бұл көңілі дархан, жаны жомарт, қазақ елінің ұлылығын ұлықтайтын ұлы қасиет. Бұл өскелең ұрпақ жүрегіне отан үшін отқа түс күймейсің деген аталы сөзді айшықтар өмір ақиқаты.